Ассаламалейкум достар. Бүгін Ақтау көлік базарына келдік міне тағы да. Бүгін ауа райы тамаша, көліктердің бағасы тамаша болады деп ойлаймын. Әртүрлі көліктерді көрсетеміз. Mercedes болсын, BMW болсын, және бір форматта түсірмейміз. Жан-жақты көліктерді түсіреміз. Ішінде Priora да болады, Nexia да болады. Ал бастаймыз достар, кеттік. Мына жақта бір айғыр тұр екен. Range Rover 2007 жылғы 5 миллион 800 бағасы, газ, бензин. Түрі ыржиып тұр, әп-әдемі болып. 5-8-ге қалай? Қозғалтқыш қандай екен? Паштет болып жатыр екен. Болады, жақсы. Дөңгелектерді қара, нешелік мына? Жынды ғой. Мықты. А? 20-алық екен ғой. Ағамыз сұрап жатыр енді көлігін түсір деп. Өткенде бір Nexia-ны түсіріп кетіп, Шымкенттен бір ұзын алып кетті. 14 жыл еді ғой. 14 жылғы Nexia-ны алып кетті. Алып кетті. Қанша алып кетті? 1.500-ге алып кетті. 1.500-ге. Енді Nexia қымбаттап кетті. Енді ондай бақаға Nexia ала алмайсың енді. Nexia ала алмайсың ғой, 14 жылғы. Және не? 78 мың жүрген еді. Сен проблеманы айтпақшы, ол сұрат неше? Ертең мынаны сатсаң, мынаны ала алмай қаласың ғой. Болды, ресторанға барам. Да? Көрдің ғой, уәде, ағамыз ресторанға барам дейді. Ане. 210 Mercedes E320 дейді. Объем 3.2, газ, бензин. Механика 98 жылғы. Бағасы 2 миллион 300 дейді. 2 миллион 300. Иә, 2 миллион 300. Келсем. Енді келсеміз бағасына. Келсеміз иә. Қазавтодан келсең скидка бар. Иә, скидка бар. Көрдіңдер ғой. Мен атымды айтып келемін, ағын түсіп береді. Негізінде бұларда механика редкі болады. Луфариктерде, 210-дарда. Редкі. Бұлар негізінде механикасы болса, бір жаман жүреді бұлар енді. Автоматының өзі айырады. Жарысуға қосатын машина. Иә, механикасымен жарысуға. Трассада 280-ге шығарып отырады осыларды. Механикасы мініп алып. Иә, көрініп тұр. Кәдімгі көзтіктер барлығы. Келіп тұр, нөмірін көрсетіп жүр ағаның. Иә, біздің ана нөмір түсіріп. Кішкені жылысты алайық, ағамның аяқ ұзындау екен. Мен теплені ұмытып кеттім. Механикасын енді бірінші рет айдап отыр Мерседестің жігітте. Көрсеміз қалай жүреді екен. Бұлар лодка ғой негізінде, не дегенмен. Айдап та көрсетейін деп жатырмын енді бұрыста. Ағамыз айтып жатыр, көрсетіп жібер деп. Алдында Nexia-м сатып едім дейді, енді мынаны да сатып бір дұрыстау машина алайын деп едім дейді. Осыдан дұрысын табаларым екенсің деп жатырмын ағама. Мұны атмосфераны сезінудің өзі дейтін бар ғой. Жұлып тұр сәке. Қалай? Мен шалқайып жүрдім. Шалқайып жүрді? Mercedes, BMW. Осы екеуінен асқан жүйрік көлік бар ма? Екеуінде тоқтатады. Және мұнда көптеген көліктерге колодка бар. Каянның бар ма, басқасы бар ма? Және де осы жақтан келіп сауда жасайтын болсаңыз, дәл осындай нөмірменен визитке беріледі. Ол визитке арқылы ай сайын болатын конкурсқа қатыса аласыздар. Достар, айтып кетейін, колодка ауысу тегін, жондыру тегін дискіңізді. Яғни мұнда сауда жасайтын болсаңыз, қызметтер тегін. Біздің мекен жайымыз Аманжан Эстоның қасындағы Қанағат Есто. Соның ішіне кірсеңіз, Питстоп деген дүкен бар. Сол жерге келе қойыңыз. Достар, бір айта кетелік те, сіздердің дискіңіз осындай үлкен болса, бұл жақта дискі жону тегін. Яғни осындай қылып дисктер жасап береді, тегістеп дискінің бетін жонып. Тағы да достар, Қазавтоның атынан келетін болсаңыздар, сіздерге мынандай сухой туман дейді, тегін көліктердің ішіне. Яғни мұнда барлық жағдайда жасалған достар, осында келіп колодка алып, барлығын тегін істетіп алуға сіздерге мүмкіндік бар.
мынау дейтін кайф қой мынаны дейтін. Ай бір ашықтырасы керек болып тұр мынаған негізі Асеке. Бос кезде бір тағы бір ағамыздан сұрап алып шолу түсу керек па мына көлікке жеке. Тұрасы да бір ала түтін қылып айдамағасын, өзім алып қалар едім негізі. Наличка тиын болса мына механикасын бар ғой. Шыны керек, шын айтайын мен, бір енді жарнама ретінде айтып тұрған жоқпын. Былай айтып тұрмын да, 210-дар өзіме ұнайды жалпы. Алейкум ассалам. Ай, молодец. Подписчиктер келді. Bir түсір жер. Жаңа көріп. Дұрыс. Лайк басып қойыңдар. Ай, молодец. Рахмет. Машинасы керемет екен аға. Кәдімгі жұлып тұр. Жібер деп тұр тек. Редкий случай болғасын алдым бұны. Иә. Машинам көп қой. Көрініп тұр. Нөміріңізді бердік аға. Хабарласады өздері. Жақсы аға, рахмет. Кожаный салон Нива бар екен мұнда. 98 жылғы баға 850 дейді. Келсеміз дейді. Газ, бензин, карбюратор. Қарап тұрмын, алдын көрдіңдер ма? Решеткасы кәдімгі дерсік болып тұр. Багажын көрсетіп жүр, не бар? Мына қосылып тұр ма? Иә. Балон 60. Сабвуфер? Қоймай-ақ қойын енді. Қосылып тұр, жасап. Дауыс. Айқын айтсың ғой. Мал ауылға, шаруашылыққа дейсің ғой, нағыз машин. Нөмір айтып жүр? 707 362 1172. Осы нөмірге хабарласыңыздар ме? Ниваны сұрайтын болсаңыздар. Жақсы брат. 4 миллион 700 мың дейді бағасы. Нөмірі бар екен, телефон нөмірі. Нөмірін бір хабарлап жібер Асеке. Мына Максима сыптайып тұр екен. Салоннан хабарлап. Асеке. Nissan Maxima. Opel қанша отыр? 900 мың да, қай жылғы? 94. 18 монопресс. 18 монопресс. Газ Екеуіне де газ бензинге істеп тұр. Келісім де бар. Келісім бар. Нормал сияқты жағдай. 900 мың дейді. Монопресс 1.8. Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, WhatsApp топтарға былай таратып. Соңғы кезде енді лайктар азайып баратыр, активность түсіп баратыр. Сіздер үшін әрдайым базар болсын, басқа жер болсын түсіруге дайынбыз. Ең басты лайкпен, подпискамен жаңа бөлісіп қолдап отырсаңдар. Ары қарай кеттік, бағасын көрейік. Баға қанша отыр? 850, қай жылғы? 2008 850 приораң өрелі тұр ғой. Отырғыштарда приораңқы ма? Артыда. Толық. Кондеріне салып алған жоқсың ғой? Тек өрелімен дейсің. Гур саған жоқсың ғой? Гур бар ма? Сән гур бар дейді семеркіде. Нағыз керек нәрсе ғой осы. Жүгілеге гур керек затта. Кәне мен қыздырып көрейінші. Мынау енді сенсация ғой жігіттер. Семеркіға гур деген. Кайф екен енді. Өзің істедің ба, осылай алып келдің ба? Нағыз мына жүгіле айдағандар енді білет шығар, қолда тарып кететін рөлді ұстап. Мынау енді қалаң ішінде таксовать етуге зың екен. Отырғыштарын қара. Жалпы жақсы, келісім бар ғой, бағасында. Нөміріңді айтшы жүр? 778 479 42-45. Міне, гуру бар семеркін сұрасаңдар болады осы нөмірге соғып. Қанша болып отыр бағасы? 900 мың теңге. Автомат па? Механик екен. Объем? 1.8. Газ бар ма? Жоқ. Push start. Тек бензинмен да? Жылы қандай? 94 жылғы да? Сешкі 1.8. Қанша болар жер қанша? 800 болар. 800-ге бер жібересің да? Нөміріңді айтшы өш? 708 315 315 1967
1967. Осы нөмірге соғып, міне осы ешкім сұрасаңдар болады. Бұрыштар қондырып алыпты. 800 мыңға беріп жіберем дейді. Сешкі қанша болып отыр? 1.700.000. Қай жылға? 94. Объемы? 2.8. Мотор 111? 104 екен ғой, 104 болады. 6 цилиндр. Ана автомат. Газ, бензин. Бензинмен жүрдік, да? Қалай жағдай жалпы? Ходовойға керек пе тек? Келісім де бар. Келсеміз, келсем. Қаншаға бересің бергенде? 1.600.000 болады. 1.600.000 болады, да? 2.8, 94. 104 мотор. 104, 111 дегендер жақсы моторлар ғой. Міне базарларда бағалар осындай, сешкелер осындай сұрап тұр. Жалпы өз сешкімде сатам бұйыртса. Ертең бүгін Инстаграмға салам бағасын айтып. Кім бірінші береді, ақшасын алып кетеді ғой. Жалпы мен көрігіме де вложение керек. Бірақ енді мотор коробкасы жақсы менде. Бірақ енді мен арзан сұраймын ғой. Өтіп подписчиктерім арасында арзандау беріп жіберем алатындарға. Қанша айтып тұрсың? 1.300.000. Қай жылға? 93 2.8 кватро. Кватро. 93 2.8. Газы бар. Газ, бензин. Газ, бензин. Қода? Механика, да? Механика. 1.300.000. Келісім бар. Міне? Ауди түсірдіңіз, аудилердің бағасы осындай болып жатыр. 93. Мен санағын көріп тұрмын. Вложение керек. 93 1.8 дейді. 800-ге берем дейді. Монопресс па? 900 окончательно. Одан түспейсің. Шірігі жоқ дейді. Бір тейінде түспейм дейді. Мынау қанша айтты? 800. 800? Қай жылғы бұл? 2008. 2008, 800 мың. 1.5 қой, 16. 16 қылатын ба? 16 клапан. Жақсы ғой. Гуры да бар шығар? Гур бар, кондер бар. Барлығы бар. Жақсы машина екен. 16 клапан жақсы ішінде. Өзіме сол ұнайды. Гур, кондер 800 дедің бе? 800. Окончательно. Келсесің ба? Еще. Шестеркаларға қарағанда осылар жақсы негізінде. Ол типтердің собасы. Сол бағаны соны айтып тұр, Қанша дегенмен нормально иномарка ғой. Кеше біреу менен сұрайды. Осында шестерка алған жақсы ма дейді да. 12-ші жылғы $1,5 миллион. Nexia Priora ма дейді. Әрине Nexia Priora. Шестерка енді тек любительдер айдамаса, ол шалдыр гүлдір көп болады да. Енді соны не дегенмен Priora мен Nexia жақсы ғой. Яқта қазақ учет 15 тұр. 2005 жылғы бағасы 900 мың теңге дейді. Газ, бензин 5.100.000, 7 орындық. Жақсы ғой мынау. Көлемі ала 2.7 ма? Міне Санта Фе. Санта Фе сүйер қауым. Іштерін көрсетіп жүр, автомат. Пуш-старт. Газы форсунка дейсің ғой. Дұрыс. Төрт аяғы таза. Төрт аяқ таза. Лепешка. Зимний. Жетендік екен, бір жақ саңа қарап тұрмын. Артына 2 орындық салып жүресің дейсің ғой. Көтер жүре қойсын дейсің ғой. Дұрыс. Семейный болып көте береді. Бала шағаң салып алып. Қот Алматыға қарай. Алматы, Қот Ташкент кете береді. Жалпы жақсы, жолда да жүргіш мен. Осы көптерді білемін мен. Қалай жұмыс болады ма? Сөйлеп, осы. Қанша айтып тұрсың? 2,5 қай жылғы? 98. 1.8. Бензин дейді. 2,5 миллион. 1.8 көлемі, қозғалғыш. Шкода. Ассаламу алейкум. Қанша айтты?
2 миллион 800. Қай жылғы? 2009 жылғы да, 2.8. Таболан қанша болды? 6. Қай жылғы? 2006. 3.5 па? 3.5. Комплектациясы қандай? Средний. Средний. 6 миллион айтып тұр ай. Средний комплектациясы. Мынаның лимитед комплектациясы бар. Мен құрдас баламда. 5,5 болса 5 жіберен деп тұр. Инстаграмға шығарам, егер Авалон жақсы көретіндер болсаңдар. Қап-қара, жағдайы жақсы. Өзім айдап көрдім ғой. Жалпы 3,5-дықтар айырат. Біресе Ауди мен, біресе Passatпен жүресіз. Мәшін көп дейсіз ғой. Машин көп. Балдарым ғой анасы. 18 балам бар, 18 балам. Каждыйында бір-бірден дейсіз ғой. Қаншаға бересің? Наны ма? Иә. Саған қымбат. Жоқ, маған арзан бердіңіз. Мен сізге арзан бердім машинаны өткенде сатқан кезде. Не машин саттың сен? Мен Passat бердім. P5 плюс. Миллионға беріп жібердім. Анау мынау емес, кәдімгі санап тұрған, сақатасай жағдай. Мен алсам екен оны, шыңғыс алдым. Шыңғыс алдым. Мен қаншаға айтшеш мынаны? Беретін жерім 5-6. Саған да арзан бар. 5 миллион 600 да? Қай жылғы? 2006? Нексябрь 2005 миллион 200 бағасы. 16 клапан дейді. Ассаламу алейкум. Қанша айтып тұрсыз? Миллион 200 ба? Несі бар ішінде? Гур кондер бар ма деймін? Ондай жоқ, бұл стишкі да? Гур болған бір 60. Бұрын болған 60-тағы? Кондерім да. Кондер болған. Миллион 200 келісесің. Келісім бар. Гурсыз да жеңіл шығар бұлар, да? Қатты бір ауыр болмай қоймайды. 2 миллион 294 жылғы сешкі. Кімге ұнайды осы 2.8 объем? Соны айтыңдар. Маған осы 2.8 емес, 2.2-лік өзім қолым бара беретін жан-жағына мотордың. Сол үшін ба ыңғайлы болғасын шығар? Иә. Уалейкум ассалам. Кеште шығат берсе видео. Ассаламу алейкум. Қанша отыр? 2,5 бауырым. 2,5 қай жылғы? 2006. 2006 объемы? Үштік па? Үштігі жақсы ғой. Mazda 6. Барлығы бар. 2,5 дейді. Mazda 6. Газ, бензин. Автомат қой, е? Автомат. Бейқа сұрағандарға көрсетіп жүр, бірақ иесі жоқ көліктің. Сары нөмір сұратқандар да бар. Ассаламалейкум. Шүкір. Қанша отыр баға? Минибусты қарап жүрмін. Біздің машинасы жүрмін. Сары нөмір іздеушіңдер ме не? Неге сары нөмір? Ақ нөмір емес? Қымбат болып тұр ғой. Қымбат болып тұр ғой. Нөмірін көрсетіп жүр тек. Ford Focus 2011 дейді. 3 миллион 900 бағасы. 1.6 бензин. Механика. Ассаламалейкум. Қалайсың? Шүкір алады. Сені қайда көрдім десем, кәдімгі неде көрем ғой, газапты. Иә. Кәдімгі көресіз. Жақсы. Камера желу. Қанша айтып тұрсың? Білмеймін ақ. Сіз емес па? Кім егесі? Адақта жүр ма? Алейкум. Алхамдулилlah, қалай өздерің? Шүкір алады. Мынау қанша отыр? 5 тұрап жүрмін. 5 тұрап жүрсің? 5-тің жобасын өтсе 5 жүрмін. 5 жүресің, 5 болса. Мен ана алдында объявлением шықпады ғой, братан. Иә. Видео дұрыс солмай қалды. Алдыңғы аптада екінші рет қайтып жүріп кеттің ғой, бірақ сонда да шыққан жоқ. Қойшы. Жоқ, бұзылып кетті соңғы видеодан. Сол үшін оператор жоқ астында қазір. Өзім түсірдім ол кезде. 2 рет түсірдіңдер, сосын тауыр машина болды. Мынау қазір түсір жібереміз қазір. 2 күнде түсіріп жіберсең вообще дәл. Нөміріңді айтып жүр. 778 121 00 45 ғой. Осы нөмір міне. Осылар сұрайсыңдар. Camry Majesta да сосын. 2005. Өз заводский сондай болады, братан.
Panoramный лобовой ғой. Мына жерде свинометрің көрініп тұрады. А. Нешемен келе жатқаның маңдайыңда көрініп тұрады. Мықты. Типа спортивный ғой мынау. Иә. 4-3 қозғалтқыш. Фуф. 3 УЗ FE. Қызы жүрші астын. Вың еткізіп алып баса бересің десеңші. Мұнда газ жоқ қой? Бар ғой. Газ бар. Фуф, дауысты қара. Газ жүрші? Бір-екі рет ұрып жібер. Бұлар қанша? 3-тің айналасы болса беріп жібересің. Таза япошка, машина. Таза япошка. Документ барлығы түгіл ғой. Ішін көрсетіп жібер енді. Мажеста. Камереңіздің екен? Камереңіздің екен дейм. Сары нөмір. BMW фанаттарына. Ассаламу алейкум. Қанша айттыңыз, брат? 3300. 3 миллион 300 де. Год? 2004. 2004 объем? 2,5. 2,5. Міне BMW сүйер қауым. BMW фанаттарына сары нөмірлі BMW мұнда 325 ай. Ары қарай кеттік. Парсыңның дауысы ғой, шығарып тұрған. Қанша айтты? 28 қай жылғы? 2018 Мына барлығы бар ғой, кондер анамына ба? Барлығы бар дейді. Mercedes 4 миллион 300 дейді. E320, 211 кузов. 2002 жылғы 3,2 объем. Жағдайы зың, газ, бензин дейді. Көзге түсіп тұрған Mercedes 96 жылғы дейді, газ, бензин. Бағасы миллион жарым дейді. Нөмір бар екен асы екен. Механика екен. Миллион жарым. До рестайл. Бұлар енді бөлінеді сешкілер. Рестайл, до рестайл. Рестайлға дейін. Осындай бағалар. Автомат 2012 бензин. Қай жылғы отыр? Қай жылғы отыр? Бағасы? Бағасы миллион жарым да, автомат. Бензин. Даты да бар. Кондер бар ғой, кондер бар екен. Қыздарға арнап бір Матиз, міне. Алейкум ассалам. Өткен жүр Матиз көрсетші деп. Айта кетерліктей достар, біздің 15% көрерменіміз қыздарда. Қыздардың да көлігін түсіру керек. 85% жігіттер болса. 3,5 қай жылғы? 2000 жылғы да. Объем сондай ма? 3,2? 2,8. Жақсы сияқты о жағдай. Керемет. Мерс жақсы ғой. Енді подписчиктер айтып жатқан кезде көлікті түсіріп жіберші деген кезде қалай түсірмейміз? Жалпы түсіріп болдық па деп едік. Жігіттер келіп түсіріп берші, мына көлікті түсіріп жіберші деп жатыр. Әрине, подписчиктер айтқанын істейміз. Подписчиктер біздің айтқанын істесе болды, главное. Лайк басып, коммент қалдырып, WhatsApp группаларға жатырса, біздер де барлығын түсіреміз. 011 деген сешкіні түсіріп берші дейді. Көрейік сешкінің фанаттарына. Мынау жағдай кішкене жақсы сияқты. Сешкі 99 жылғы 1,8 екен. Бағасын айтпай кетті ғой. Нөмірге соқ білесіздер. Механика. Міне Мерседес. Осымен түсірімді аяқтаймыз. Бүгінгі бағалар осындай болды. Әртүрлі көліктер түсірдік енді. Бір зәтті емес.
BMW бар, Мерс бар, Nexia бар, Priorасы бар, барлығы түсірілді. Ең бастысы арнаға тіркеліп, осы видеоны жан-жаққа группаларға таратуды ұмытпаңыздар, Бізге ол үлкен көмек болып саналады, сіздерге оп-оңай. Ал достар, келесі кездескенше аман болайық.